Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай фотоны жасалу жолын сіздерге көрсететін боламын. Бұл фотоны жасау үшін бізге PicsArt программасы қажет болады. PicsArt'ты ашып, плюсикиді басып, астынан бізге өзімізге қажетті түсті фонды таңдап аламыз. Мен ақ түсті таңдадым және эффект арқылы оның түсін өзгертіп аламын. Енді добавить фото дегенді басып, өзіме арнайы дайындап алған суретті қоятын боламын. Бұл фотоның дайындалу жолы менің YouTube арнамда бар, қарап шықсаңыздар болады. Енді фотоны қойып, прозрачныйды азайтамыз және чейн дегенді басып, ол жерден өзімізге қажетті көлеңкені таңдап аламыз. Міне дайын болды. Енді тағы да суретімізді қайтадан осы жерге қосатын боламыз. Суретімізді өзіміздің қажеттілігімізге қарай үлкейтіп, қойып алатын боламыз. Енді мен бұл суретке де көлеңке таңдайтын боламын. Сіздердің өз еркілеріңізде. Міне суретіміз дайын, енді сақтап аламыз. Сіздерге менің осы әдісім ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар.